Так, сәлеметсіздер ме балалар, бүгін сіздерге үй жұмысы ретінде мен Горнер әдісін өздеріңізге түсіндіріп берем, соны сіздер түсініп біліп келулеріңізді сұраймын. Ертең осы сабақ бойынша сіздер өздеріңіз есеп шығарасыздар. Енді Горнер әдісі, Горнер деген математиктің аты, осының атына қойылған әдіс. Мысалы үшін бізге алдарыңызда тұрғанда 2х 4 плюс 7х куб минус 2х квадрат минус 13х плюс 6 деген көп мүше берілсін. Егер осы көп мүшенің х тең минус 2 деген сан мына сан осының түбірі бола ма, немесе осы көп мүшені функцияны таңдаған кездегі мәні нешеге тең екенін тауып алу үшін бірінші сұрақ сонда мынау түбір бола ма, мына көп мүшенің түбірі бола ма. Түбірі бола ма дегеніміз осы көп мүшенің 2х 4 плюс 7х куб минус 2х квадрат минус 13х плюс 6. Осының орнына х-ның орнына минус 2 қойған кезде мынау 0 бола ма? Ол үшін әрине х-ның орнына минус 2-ні қойып тексеріп те көруге болады, бірақ Горнер әдісі одан оңай. Горнер әдісі дегеніміз кестесі санымыз. Мына жерде қанша әдіс бар? 4-ші дәрежелі болса, яғни 5 сан болу керек бізде. Ол мына 4-ші дәреженің 2, одан кубтың келесі коэффициенті 7, одан келесі кубтан кейін минус 2, одан кейін х-тың коэффициенті минус 13, одан кейін бос мүше 6. Енді біз қойып көретін санымыз, тексеріп тұрған санымыз минус 2 еді. Осы минус 2-ні мына жерге жазамыз. Минус 2. Мына жерге бірінші үлкен коэффициенттің өзі түседі. Ары қарай мұқият болыңыздар. Минус 2-ні мына бірінші санды мынаған көбейтеміз де, келесі мына коэффициентке қосып отырамыз. Минус 2 көбейту 2 4, минус 4, минус 4-ті 7-ге қоссам 3 болады. Енді осыны қайтадан қайталаймыз. Минус 2-ні 3-ке көбейтем, 6 болады. Минус 6 болады. Минус 6-ны мына минус 2 қоссам, минус 8 болады. Минус 2-ні минус 8-ге көбейтем, плюс 16 болады. 16-ны мына минус 13-ке қоссам, 3 болады. Минус 2-ні 3-ке көбейтсем, минус 6, минус 6-ны 6-ға қоссам, 0. Яғни мына жерде мынау қалдықты білдіреді. Қалдық. Егер де біз х-ның орнына минус 2-ні қойған кезде қалдығымыз 0 болатын болса, онда мына берілген х тең минус 2 деген санымыз мына теңдеудің түбірі болады деңіз. Яғни Горнер әдісімен біз тез жылдам тексере салдық. Енді екінші, мына жерде екінші санды тексеріп алайық. Өшіргішті үлкейтейік. Так, қазір кішкене 1 минут. Екінші сан қазір біз тексеретін ол минус 1 деген сан. Мынаның түбірі бола ма, болмай ма? Немесе х-ның орнына минус 1-ді қойған кезде мына көп мүшенің мәні қаншаға тең болады? Ол үшін дәл жаңағындай Горнер схемасын сызамыз. Бірінші үлкен коэффициент 2, 7, минус 2, минус 13, таңбаны ұмытпаңдар 6. Х-ның орнына минус 1-ді қоям. Мына жерде бағана айтқанда үлкен коэффициенттің өзі тұрады. Минус 1-ді 2 көбейтем, минус 2, қосам 7-ге 5 болды. Минус 5, қосам минус 2-ге минус 7 болды. Минус 1-ді минус 7 көбейтем 7, қосамын мына жерде 5 болады. Плюс 7, қосамын минус 13-ге минус 5 болады. Минус 1-ді минус 5 көбейтем плюс 5, қосамын мына жерде 11. Яғни қалдық 0 болған жоқ. Мынау тең емес 0-ге. Бұл дегеніміз минус 1 мына берілген теңдеудің түбірі емес. Минус 1-ді қойған кезде, f-тің х-ның орнына минус 1-ді қойған кезде бізде 11 деген сан шығады. Осы Горнер схемасы арқылы тез тексердік. Минус 1 мына көп мүшенің түбірі емес. Енді келесі мына х тең 1 деген түбірі бола ма? Соны тексеріп көрейік. Ол үшін қайтадан мен басқа Горнер схемасын сызамын. Жаңарту үшін тағы да қайтадан Горнер схемасын сызайық. Тура коэффициенттер 2, 7, минус 2, минус 13, 6 тура бағанағы сызып отырмын. Енді мына санды тексеріп көрейін. Х тең 1-ді мына жерге жазам 1. Мынау алғашқы коэффициент өзі түседі. 2 жерде 1-ім 2, 1 жерде 2-ім 2, мынаған қосам 9 болады. 9-ды 1-ге көбейтемін 9, оны мынаған қоссам 9 қосылған минус 2, ол 7 болады. 7 жердегі 1-ім 7, мынаған қоссам минус 6 болады. 1-ді минус 6-ға көбейтемін минус 6, мынаған қоссам 0 болды. Яғни мына жерде 0 болды деген сөзіміз, ол х тең 1-іміз түбір деген сөз. Сөйтіп, Горнер схемасы осылай қолданылады.
Енді келесі сабақта мен горнер схемасын есептер шығарамыз, сіздер осыны түсініп келулеріңіз тапсырылады.